Шетелге жұмысқа барамын деп құлдыққа тап болған Мақсаттың оқиғасын баяндап берейік. Мақсат араб елдерінің біріне жұмысқа кеткен. Жұмыс берушілер оның жеке куәлігін, паспортын және басқа да маңызды құжаттарын сақтау не ресми рәсімдеу үшін қажет деп өзіне алып қояды. Кейін Мақсат шетелде қалуға мәжбүр болып, жұмыс берушінің толық бақылауында болады. Былайша айтқанда құлдыққа түседі. Мұнда жағдайда елге қайту, құжаттарды қайтарып алу мүмкін емес. Себебі Мақсаттың қолында ақша да, құжат та, телефон да жоқ. Шетелге жұмысқа барғанда осындай жағдайға тап болмас үшін паспортыңызды ешкімге бермеңіз, құжаттардың көшірмесін бөлек сақтаңыз, жақындарыңызға мекен жайыңызды және жұмыс берушінің байланыс деректерін хабарлаңыз. Ескерту: паспортыңызды алу еңбекті қанаудың, эксплуатацияның басты белгісі. Бұл шетелге жұмысқа шақыратын алаяқтардың бір ғана әдісі. Тағы қандай схемалар бар? Келіңіз бірге талдайық. Бұл Айжан, ол жақында Англияға клубника теруге барады. Сапарға дайындалып, сөмкелерін реттеп қойған. Айжан жұмыс беруші компанияның жарнамасында жоғары жалақы, қызметте жылдам өсу секілді ұсыныстарды көрді де алдын ала ақша жіберді. Ол әуежайға барғанға дейін өзінің алаяқтарға алданғанын білмейді. Айжанның жағдайына түспес үшін шетелде жұмысқа шақырғандарға алдын ала ақша жібермеңіз, компанияның лицензиясын тексеріп алыңыз. Мұнда жағдайда тек онлайн сөйлесу жеткіліксіз. Бұл Ерасыл, ол жақында Оңтүстік Кореяға жұмысқа барады. Ол да алдын ала төлем жасаған. Бірақ жұмыс берушілер расымен Кореяға билет алып беріп, жұмысқа шақырды. Былай қарасаң күмән жоқ. Десе де Ерасыл өзінің алданғанын шетелге барғанда ғана біледі. Оған жұмыс берушілер жарнамада көрсетілген әдемі ұсыныстардың орнына өзге шарттарды ұсынады. Басында тегін жұмыс істейсің, еңбек шартын сосын жасаймыз, бұл сынақ мерзімі деген секілді сөздермен алдайды. Кейін бірнеше уақыт жоғалып кетеді. Алдын ала төлем жасап келген Ерасыл ақшасыз, жұмыссыз, жалақысыз далада қалады. Ерасыл секілді алданып қалмас үшін жұмысқа шақыру хат пен еңбек келісімшартын шатастырмаңыз. Шетелге шықпас бұрын еңбек келісімшартына қол қоюға тырысыңыз. Ал бұл Назерке, ол жұмыс іздеп ақш-қа кетпекші. Десе де оған жұмыс беруші алаяқтар бәрі солай істейді, жұмыс беруші өзі реттейді деген сөздермен жұмыс визасын емес, туристік виза рәсімдеді. Яғни Назерке ақш-қа бейресми жұмыс істеуге бара жатыр. Ол әлі мұның салдарынан еңбек шарты да, құқықтық қорғанысы да болмай, жұмыс берушіге тәуелді күйге түсетінін білмейді. Алаяқтар Назеркені заңсыз жұмысқа алу арқылы жалақыны кешіктіріп, уәде етілгеннен аз төлейді не мүлде бермейді. Ал ол құқығын қорғау үшін полицияға арыз жаза да алмайды. Себебі ода жұмыс визасы жоқ. Назеркенің бастан өткенін қайталамас үшін виза түрін алдын ала анықтап алыңыз. Еңбек рұқсатнамасын кім рәсімдейтінін біліңіз. Туристік немесе қонақ визасымен жұмысқа келіспеңіз. Ескерту: заңсыз жұмыс істеу өз құқығыңызды қорғауға үлкен кедергі келтіреді. Алаяқтар аталған 4 схемадан бөлек 1000 түрлі айла қолданады. Алданып қалмас үшін мына кеңестерді есте мұқият сақтаңыз. Біріншіден, жұмыс ұсынушы компанияның заңды тіркелгеніне көз жеткізіңіз. Лицензиясы, тіркеу нөмірі мен БСН болуға тиіс. Екіншіден, ресми келісімшартсыз ешкімге ешқашан ақша аудармаңыз. Үшіншіден, тым тиімді болып көрінетін ұсыныстарға күмәнмен қараңыз. Төртіншіден, жеке басыңызға қатысты мәліметтерді, оның ішінде төлқұжат көшірмесін бейтаныс адамдарға бермеңіз. Бесіншіден, интервьюді мессенджер арқылы өтуге келіспеңіз. Маңызды жұмыс берушілер интервьюді офисте не жазбасы бар ресми видео платформада өткізеді. Шетелге жұмысқа барғысы келіп жүрген досыңыз бар ма? Төменге белгілеп кетіңіз.